Қайырлы күн достар, ассалаумағалейкум. Менің есімім Қайрат Нұрниязов. Менің бүгін YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге криптоюнитті қалай сатып алу керек және сатып жіберу керек жайлы қысқаша видео түсірем. Құрметті достар, біздер 2 қыркүйек күні криптоюнит өзінің ішкі биржасын ашқан, внутренний биржа. Сол биржада қазір еркін біз криптоюниттерімізді сата аламыз және сатып алуға болады. Барлықтарына кеңес берем, сатып жібергеннен көрі сатып алуға қазіргі таңда. Енді қараңыздар, әркімде осындай аккаунт бар. Осындай аккаунтта біз алда уақытта блокчейнге өтеміз, сондықтан барлық аккаунт верификациядан өткен болу керек және договор заключен болу керек міндетті түрде. Олсыз біздер барлық мынандай қазіргі істеліп жатқан операцияларды істей алмаймыз және біз блокчейнге өте алмаймыз. Енді екінші жағдай, барлығымыз біз VIP клубта болуымыз керек. Міне мен мына кісіні қазір VIP клубқа қалай кіргенін көрсетем. Міне дәл осылай ачиге кірсеңіздер, міне ачи дейтінге, крудың қасындағы. Сонда VIP клубта бассаңыздар, міне статустың астында VIP клубта бассаңыздар, міне мен жерде мына кісінің VIP клубта тұрғаны көрініп тұрады. Көрдіңіздер ме? Енді VIP клубқа кіру үшін әркімнің статусына байланысты. Партнер 10 юнит, агент 20, консультант 30, менеджер 40 деген сияқты әркімнің взностары бар. Ай сайынғы взнос жасап отыра бізде барлық мүмкіншіліктер болады. Енді қараңыздар. Криптоюнит сатып алу үшін сіздің кошелектеріңізде ақша болу керек. Және мына портфель дейтінді басасыз, портфельде сіздің количество криптоюнит. Портфельді баса отыра, міне қазір айтайын. Міне мұн жақтан сертификат, объем, кру, стейкинг дейтін бар. Обмен круды басасыздар. Обмен круды басқанда сіз уже биржаға, ішкі биржаға түсесіздер. Ішкі биржада қазір 0.08 центтен мен жерде сатылып жатыр. Мен жерде қалай қашан көтеріліп жатқан барлығы көтерілетін графикті көріп отырсыздар да. Енді мен жерде қараңыздар. Мен жерде криптоюнитті біздер сата аламыз. Мен жерде сатып жібереміз. То есть айтқанда мен жерде сатып аламыз криптоюнитті біз биржадан, ішкі биржадан. Мысалы менде доступны 33 юнит тұр. Бұл айтқанда $33. Бір юнит $1 тең. Ал мен жерде доступны 3800 криптоюнитім менің сатылымға шығаруға болады. Бұл айтқанда. Енді астына түссеңіздер, мынандай міне спрос, предложение, қандай ценалар сатылымда, қайсысы доступны барлығы көрсетілген. Және осының бір астына түссеңіздер, міне барлық транзакция қашаннан бастап қанша сатылып жатырған, бүгінгі барлық транзакция көрсетіледі. Енді енді бетеміз. Міне мен жерге келсеңіздер, бірінші портфельді баса отыра, қараңыздар. Мен жерде қаншаға сатып алғаны, қанша количество криптоюниттің бары, және міне разморозный дейді. 3800 қазір блоктан шығып тұрған 3800 криптоюниті бар. Тек қана осы размороженный криптоюнитін сата алады бұл кісі. Ал енді міне соның жаңа айттым, обмен кру арқылы криптоюнит сатып аламыз. Мен жерде мына маркетинг дейтін қазір таңда осы жердегі
компанияның рыноктың қойған ценасымен сатып алуға болады. Ал егер мына лимитті бассаңыздар, лимиттен қазір 0,09 деп тұрма, сіз кішкене 10-12 центке қоя аласыздар, 15 центке. Бірақ өзінің белгілі уақыт келгенде сол по лимит сата аласыздар. Ол жерде кішкене сәл күту керек. Жоқ, қазір күтпеймін десеңіздер, пожалуйста, мен жерден сата аласыңдар. Енді қараңыздар. Так, 33 юнитке неше штук түседі, соны біліп алуымыз керек. Енді айталық, мен жерге сатып алатын крипто юниттерін жазасыңдар. Мен жерге количество крипто юнит, сатып алатын крипто юниттеріңізді шатаспаңыздар. Көбі мен жерге круын жазып қояды, юнитін жазып қояды, то есть кешіресіздер. Мен жерге мысалға айталық, мен 200 штук деп көрейін. 200 штук деп едім. Так, 18 юнитпен сатып алуға болады екен. 300 деп көрейін. Міне 300 штук крипто юнит мен сатып алайын десем, 27 юнит деп тұрмын. Түсінікті ғой, да? 33-тің мен сол 27-сіне 300 штук крипто юнит сатып аламын. Так, заявка жібереміз. Міне успешно деп тұр. Көрдіңіздер ғой, да? Қазір уже менде міне 8 крипто юнитім қалды. Енді жоғары көтерілейік. Міне мен жерде әлі 29-да 4, основнойда 29, баланста 4 юнит тұр. Ал крипто юнитім міне 271-де 896. Қазір мен обновление жасаймын, сол кездерде барлығын көресіздер. Көрдіңіздер ме? Міне менің балансының ақшаны алды, портфеліме қосты. Сол сияқты өздеріңіз қазір кабинеттеріңізден кіріп, арқайын крипто юнит сатып алуға. Міне мен жерде 8-9 деп ойнап тұрады. Мен жерден барлық операциялар болды. Енді қалай сату керек? Мен жерде сатып алғанын қараңыздар. Мана 3800 деді, мен уже тағы сатып алғанда уже 4000-ға көтерілді. Енді мен жерде сатып жіберу үшін мен жерге жазасыздар. Мысалға 4000 жазасыздар. 4000 круды сату керек 320 юнитке. Түсінікті ғой, да? Осыны бассаңыздар, қазір тікелей сатылуға болады. Мен жерден сату, мысалы қанша мен жерде доступым тұр, сонша жазып сатып жібере аласыздар. Міне осындай центке сатылады. Енді мен жерде крипто юнитті қалай сату керек, сатылып алу керек, барлық мен жерде заңнамалар жазылған. Мен жерде 2000 крипто юнит максимальный, ал кру 10.000. Бір лот, былай айтқанда 10.000 қоя аласыздар. 0,1 юнитпен 10 крудан басталады. Барлық заңнамалармен танысып, қарап, оқып, және мен жерде видео инструкция бар. Енді бәлкім бізді түсінбесе, видео инструкциядан қарауға болады. Мария Антоненконың видеоролигі бар. Так, түсінікті ғой, да? Енді неге мен биржадан алып сатып алдым? Биржа қазір компаниядан сатып алғаннан көріп, биржадан сатып алған оңай. Себебі мен жерім уже қазір бүгін сатып, ертең сатып жіберуіме болады. Ценасына қарап отырып. Ал егер сіз компаниядан сатып алсаңыздар, бірден бір қымбат қаласыңдар. Екіден сіз бір жылға дейін сізде блоктан шешілмейді ол. Так, достар, менің бүгінгі айтпағым осы. Мен жерде енді компанияның қазір қалай қанша сатылып жатқанын көрсетейін компаниядан. Көбі нені сұрап жатады. Мен жерде қазір мистер график көрсетейін компаниядан. Мен жерде айталық $250
200 юнитке рассрочка 1000 штук криптоюнит сатып алуға болады. 1000 штук. Ал биржада одан да арзан. Сондықтан достар, мен барлық адамдардың сұрауы бойынша осы видеоны түсірдім. Пожалуйста, қараңыздар, тыңдаңыздар. Егер бір сұрақтарыңыз болатын болса, маған жазыңыздар. Және осы видеоның астына барлық верификация қалай өту керек, договор заключать қалай жасау керек, стейкингке қалай қою керек, BIP клубқа қалай кіру керек, блокчейнге қалай кіру керек, соның бәрін мен осы видеоның астына жазсаңыздар, мен сіздерге видео түсіремін. Блокчейнге ассаңыздар, блокчейнде қалай кіру керек екен бәрін көрсетеміз. Так, біз блокчейнге кіру керек. Блокчейнде сіздерде UNTV 8 UNTV тұр. Барлық жерде қазіргі алдағы уақыттарда біздерге крипто кошелек беріледі. Ол электропочтаға. Сол кезде электропочтадан крипто кошелектерімізді осы блокчейнге өтеміз. Енді достар, сіздерге барлық айтпағым осы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Кімде сұрақ болып жатса, менің қазір контактымды. ВКонтакты, Facebook парақшамды 350-70-94 менің контактым. Және болмай жатса, менің Instagram парақшамызға жазыңыздар, WhatsApp'ыма жазыңыздар, пожалуйста. Жазып, барлық сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Және кімге қандай видео керек қазақша, қалай тіркелу керек деген сияқты. Көбі қазір криптоюнитті қалай сатып аламыз, қалай сатамыз, қай жағы бізге пайдалы деп жатады. Сол видеоларды түсір деп жатсаңыздар, астына жазыңыздар, түсіреміз. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сіздер пайдалы ақпарат алсаңыздар, лайк қойыңыздар. Барлықтарыңа рахмет, сау, сәлемет болыңыздар.